Арнамызға қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Асқат, бүгін 1 мамыр, яғни бірлік күні. Ал студиямызға бүгінгі мерекеге ат басын бұрып келген кім екенін білесің бе? Әрине білемін Әйгерім. Құрметті көрермендер, таныс болыңыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта филология ғылымдарының кандидаты, профессор, құрмет, парасат ордендерінің иегері, Қазақстан Халықтар Ассамблеясының мүшесі Әлиқызы Асылы Осман апамыз студиямызда. Қайырлы таң, Асыл апай. Асыл апай, қалыңыз қалай? Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Мерекеңіз құтты болсын дегіміз келеді. Мынандай күндерде жақсы болмау ол күнә болады ғой адамға. Қалай болған күнде де езуде күлкі, көңілде қуаныш болу керек. Сізге тамсанып қарап отырмын. Дәл осындай жастығыңызды, дәл осындай жалынды қалай сақтап жүрсіз? Бұның сыры неде деп сұрағым келіп отыр. Қазақ айтады ғой, өмір қымбат, бірақ бәрінен көңіл қымбат. Сондықтан да елімнің, қазақ деген халықтың, сол адам баласына деген мейірім қайырымының сол көңілді көтеріп, содан да ортам осылай мені сақтап отыр. Көкте Құдай, жерде қазақтың батасыменен. Тамаша. Біздің көрермендер қызығатын тағы бір мәселе, Асылы ханым таңертең таңғы жаттығу жасай ма? Үнемі сергек жүреді, қимылы ширақ деп жатады. Жасаймын. Күнделікті болмаса да, мына бір көзіме байланысты, көзге жаттығу жасаймын да, сөнігінен көзден кейін сөзсіз мына дене қимылы болу керек, сондықтан жасаймын. Өзі жас кезімде спортқа кішкене жақын болғам, жүгіруге, баскетбол ойнауға, неден көргендеріңізде асықты да ләңгірінде. Содан әбден бойыма қалыптасқан. Қап тауынан қазақ жеріне қалай келгеніңіз туралы айтып беріңізші. Ол біз еріксіз айдалғанбыз. Түнгі сағат 3-терде тып-тыныш ұйқыда жатқан елді келіп оятып, мал таситын мәшинелерге, американдық мәшинелерге толтырып, содан тіпті менің әкем марқұм құжаттарын да ала алмаған. Сондай неменен бір ненің американ мәшинесінің 2-3 үйді соған тықпалап, әйтеуір неге алып келген, темір жолға алып келіп, ол пойыздардың де мал таситын пойызға, енді оны тағдыр ешкімге көрсетпесін. Бүгінгі таңда мына жақсылық кезде өстіп өзімізше сайрап айтып отырмыз, бірақ оны сол кездегі көрген үлкендердің айтып отырғанда шын жүректері қан жылайды, көздерінен еріксіз жасағады. Өйткені қора толған қой маңырап қалды, мөңіреп сиыр қалды, бала-шаға бала еңіреп, шешелеріміз жылап еңіреп сөйтіп келгенде, кейбіреулерінің тіпті ер азаматтардың бәрі әскерде жиналып келу ол оңай емес. Енді пойызбенен 1 ай жүріп келіп, бірақ алдымда жұртта сондай қорқыныш болған, Қазақстан топырағына қарай пойыз бұрылған кезде, әйтеуір бір елді мекенге кетіп бара жатырмыз деген өздеріне кішкене басу болған. Оның жол жөнекейге қиындығы, айтып жеткізудің өзі өте бір қиын. Өйткені жол жөнеке қайтыс болғандардың көмусіз қалғандары да. Енді ол кезде мынандайды техника нәрсе жоқ қой. Су жоқ, тамақ жоқ, алуы, оның пойызды біраз уақыт тоқтатады. Ол пойызда тоқтатқанда біреу үлгереді, біреу үлгере алмайды. Кейбіреу үлгермей жолда қалып кеткендер де бар. Бала-шағасынан ажырап, бөлініп, кейін келіп әйтеуір тапқандар да бар. Бұның енді айтып жеткізу өте бір қиын. Бірақ біздің сол Қызылордадан бері қарай әрбір вагонды бір-біреуден қалдырып, біздің әке-шешемізді сонау Түлкібас деген керемет жерге алып келген. Ол кездегі қазақтың дархандығы, кеңдігі, дәл даласындай, ешкімді жатсынбайтын, бөлмейтін, жармайтын, сол кезде аңғарылып, бірі арбамен тасыған. Бір үй болса бір бұрышын, 2 бөлмесі болса бір бөлмесін беріп, еш уақытта жатсынбай бауырларына басқан. Тіпті өзіміздің әке-шешелеріміздің өзі мұсылман еліне келгеніне олар да шүкіршілік жасаған. Керемет. Асыл апа, енді тілге деген құрметті бойыңызға ата-анаңыз сіңірген шығар.
ата-анамнан бұрын айнанайын дұрыс енді дүниеге алып келген ата-анам, ана бесіктің жыры, ананың әлдиі, ананың бойға бітірген ақ сүтіменен енген тәлім тәрбиесі, соныңда бәрінен де менің түсінігімде ортаның әсері күшті болды. Көбірек болды дейсіз. Көбірек болды. Өйткені қазақ бізді бөлмеді, жармады, жатсынбады, өзінің перзентіндей көрді. Біз де қазақпенен етене араластық. Сондықтан да сол қазақтың тілінде, бойындағы асыл қасиетінде сынықтан басқаның бәрі жұғады дегендей-ақ, сол ал оның бәрі тіл арқылы ғана сіздің бойыңызға дариды. Асыл апай, сіз Қазақстан Халық Ассамблеясының мүшесісіз. Осы ассамблеяның, осы халық достастығында атқарар рөлі қандай? Егер оғынған, түсінген, біле білген адамға ассамблеяның рөлі де, мәні де, маңызы да зор. Бұны елбасымыздың шын бір қазақи рухтағы тапқырлығы да, даналығы да, даралығы да, Қазақстанды құтты қоныс, мейірімді мекен етіп отырған осыншама этнос өкілдерінің өзінің қазақпенен теңдікте, бірлікте санасын деген осы бір керемет институтты ұйымдастырған. Ең алғашқы 1992 жылы тәуелсіздігіміздің бір жылдығында Қазақстанда форум, ұлттар форумы құру керек. Ол форумда негізі бір осындай ой тастап, елбасымыз сол ойын жеткізіп пісіріп 1995 жылы Қазақстан Халық Ассамблеясын құрды. Бұл жақсы дүние. Егер осының бір алға қойған елбасымыздың мақсатының менің түсінігімдегі ең негізгі мақсаты Қазақстандағы тұрғындарының барлығы бір теңдікте, бірлікте, еркін, осы ел менің елім, менің жерім, осы ел үшін мен де тер төгейін, мен де еңбектенейін деген мақсаттағы бір құрылған дүние. Сол дүние бүгін кешегі сессиясының өзінде 19-шы сессиясы өтті. Ол 19-шы сессияның, сессиямыздың 21-і өтті. Бірақ негізі ассамблеяның құрылғанына 19 жыл. Осының арқасында қанша түсіністік, қанша бірлік, бұның елбасымыздың өзге ұлтты бөлмей жармай тілінің де, әдебиетінің де, мәдениетінің де жаңарып, жаңғырып өсуіне ең негізгі ұйытқы болып отырған осы бір ассамблея. Мен достық үйінде әрбір ұлттың өкілі өзінің ана тілінде оқиды. Ол өзінің әдебиетін, мәдениетін жаңартып жаңғыртады, салтын сақтайды. Енді сонда сонымен қатар тұрған елінің әдетін, ғұрпын, салтын игерсе, тілін білсе, сонда мен тіпті кейде айтамын, тіліме тағзым ет, сыйласаң елімді, сонда сен отандас боласың сенімді. Еліме сенімді болу үшін менің мемлекеттік тілімді, қазақтың тілін білгенін де сол артық болмайды. Дегенменен бұрынғыға қарағанда өздерінің әдет ғұрпы салты менен Құдайға шүкір тұрған елінің әдет ғұрпының салтын біліп, ұғып, жалғастырып келген. Тілді білген өздеріңіз білесіз, қазіргі өзге ұлттың өкілдерінің жастарының арасындағы қаншалықты тілді меңгеріп, ары қарай не қылды. Бұл ол елімізді сыйлағаны, қадірлегені. Егер мен айтамын, қазақ елінің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлынан бастап бүткіл қазақ халқы осы өзге ұлттың өкілдерін алақанына салып, төбесіне көтеріп, сонша қадірлеп, қастерлеп, тіпті мына ассамблеясын құрып, еркіндік берген кезде, менің сол көкейімде бір нәрсе тұрады. Біздер де өзге ұлттың өкілдері қазақ деген дархан халықты әлем сыйлап тұрған. Егер маған сенсеңіздер, менің түсінігім бойынша
газеттерге де жазады. Қазір өзге елдер Қазақстаннан үлгі алып, тіпті қазақтың баласының қанының тазалығына, жанының дархандығына, сол қазақтың таза қанды қазақтың баласын асырауға бәрі дайын тұр. Бұл ұлттың бойындағы адами асыл қасиетінен болған. Одан басқамызды өзгені сыйлаған сияқты, біз де қазақты солай ардақтап, сыйлап, төбемізге көтерсек деймін ғой. Ал енді Асыл апай, бүгін мереке, бүгін қуаныш, сондықтан Тілек болса халыққа өзіңізден. айтарыңыз бар болса. Енді бұндайда тілек айтпай қашан айтамыз. Әрі бір мерекенің өзіндік ерекшелігі болады. Мысалы, біздің бұл мерекеміз арайлап жеткен 1 мамыр бірлік мерекесімен құтты қоныс, мейірімді мекен еткен, қыдыр қонып, бақтарған Қазақстан тұрғындарының барлығына да осы мереке құтты болсын деймін. Баршасына баянды бақыт, отан сүйгіштік, бірлік, достық, ынтымақ, татулық, тұтастық тілей, еңбектеріне толағай табыс, маңдайларына жақұт, бақыт тілеймін. Енді елімнің керегесі кең болсын. Ырыс берекесі мол болсын. Қазақстан еліне елбасымыз сыйлаған құтты болсын бірлік мерекесі. Амин. Берекелі, рахмет. Әмин. Баршасына жақсылық тілеймін. Рахмет, Асыл ханым, таңертең келіп бізге сұхбат бергеніңізге, сізді тағы да мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық тілейміз. Елімнің барлығында мен де құттықтаймын. Рахмет жандарым. Мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын.